Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Мәдинада жүргенде бір муслим де келсе керек. Мәдинада жүргенде мұнафықтардың несі өледі, главары өледі. Мұнафықтардың жаназасын шығарады бұл басшылардың. Пайғамбар саллаллаху алейхи Иә да. Омар етегіне тартады бүйтіп сол кезде. Бұл бізден қайтарылмап бедік дегенде мен оны таңдадым дейді. Мұнафықты өзі жуындырады, кебіндейді, өзіне жаназа намаз оқады, лақатқа қояды. Білесің бе бұның қарымтасы не болды? Сол жердегі мұнафықтардың басым көпшілігі исламға шынайы түрде иман келтірді дейді сол жерде дейді. Бұл ненің несі? Афина аниннас. Мұнафық аузубилля кафір деп айтып кетсе болар ма? Болар еді ма? Болар еді. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам оны таңдаған жоқ. Керісіншесін басқаша өзі не үшін келді, сол миссиясы таңдады да пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам істеді, мұнафықтың жаназасын шығарып берді сол жерде. Амалмен көрсетіп кетті. Амалмен көрсетіп кетті, көрдің ба? Бұл пайғамбардан қалған үлгі өнеге осы еді негізінде. Біз осымен сипаттануымыз керек еді, осымен құлықтануымыз керек еді. Бірақ біз керісінше болып қалдық, өкінішке орай. Біз осы нәрседен айырылып қалдық. Және осы нәрседен айырылғаннан кейін біз тақуалықтан да айырылып қалдық, өкінішке орай. Алла тағала жақсырақ білуші енді.